guys, how are you? I'm going to start today's lesson about colors. Yani түстер бойынша бүгін сабағымызды өтетін боламыз. Red қызыл, yellow сары, pink қызғылт, green жасыл, purple күлгін, orange қызғылт сары, blue көк, black қара, white ақ, brown қоңыр. Red apple, red cherry, a red strawberry. A yellow lemon, a yellow banana. Orange carrot, orange carrot. Green cucumber, green watermelon. Purple eggplant, purple grape. Black olive, black chocolate. White milk, white garlic, white Raffaello. Brown, brown nut, brown potato. Ал енді достар, яғни үш сөз табынан тұратын қысқа сөйлем құрып көрейік. Яғни санды өттік біз бұның алдыңғы сабақта. Яғни сол заттың санын және түсін бірге айтып көрейік. Сол кезде қалай сөйлем құраймыз? Бірінші кезекте біз сандарды қоямыз. Сан есім тұрады, одан кейін adjective сын есім тұрады, сосын барып зат есімді қолданамыз. Мысал қараймыз. One red apple. Бір қызыл алма. Two red apples. Екі қызыл алма. Three yellow bananas. Үш сары банан. Енді қараймыз. Мынау екіден жоғарғы сандардың барлығында зат есімдерге S деген жұрнақ жалғанып келе жатыр. Себебі біз бір ғана затты айтып тұрған жоқпыз. Яғни екіден жоғары көп заттарды айтып тұрмыз. Сондықтан зат есімді көпше түрге айналдырамыз. Келесі. Four purple eggplants. Төрт күлгін баклажан. Five black olives. Бес қара зәйтүн. Six white garlics. Алты ақ сарымсақ. Seven brown nuts. Жеті қоңыр жаңғақ. Eight pink flowers. Сегіз қызғылт гүл. Nine orange carrots. Тоғыз қызғылт сары сәбіз. 10 green cucumbers. 10 жасыл қияр. Дәл осы сияқты үйде тағы да мысалдар құрастырып көр. Яғни бірінші кезекте сан есімдер тұрады, сосын сын есім, одан кейін зат есімді қолданамыз. Осылай үш сөз табынан тұратын қысқа сөйлем құрастырамыз үйде. Thanks for watching. Goodbye.